Бүгін күншілуасын басқаша шашқан, бүгін көндегідендір басқаша аспан. Гөллерде ең енже құмшасын ашқан, гірбіңсіз кеуілге еліклеген. Ассаламу алейкум, құяшлы еліміздің періштен салары. Ассаламу алейкум, құрметлі мималар, хәмде мұрзалар. Мінеки бүгін Қарақалпақстан Республикасы Мәдениет борайында сіз күткен, сіз сағынған кеуілдегі қосқылар концерт бағдарламасының ұсындай әлбетсе келген мималарымыздан интервью алуға келдік. Енді іштегі келген мималарымыздан кеуілік кәпетларын сұрап, әлбетсе интервью алып көреміз. Әлбетсе мінеки іште келген мималарымыздан кеуілік кәпетларын сұраған қалды. Концерт бағдарламасындағы көріп интервью алып шығамыз. Ассаламу алейкум апа. Қалайсыз? Қарман денсаулықта жассыз апа? Бар боласыз. Концертке деген кеуілік кәпетлер қалай? Жақсы, зор. Концертімізге деген мархамат ажайыптіліктеріңіз болса? Бұны тәшкіллештіріп, мысалы, шыны мені бір жерге жинап, осы концертке мұрат еткені үшін меге рахмет, басшыларға да рахмет, аман жүрсін алдымызда. Рахмет әмес үшін. Олада рахмет, сау болың дейміз. Әлбетте кейінгі адамдардан интервью алып көреміз. Жас үлкен аналарымыздан интервью алып көреміз. Ассаламу алейкум апа. Ассаламу алейкум апа. Қалайсыз? Қарман денсаулық жассыз апа? Интервью алып жатырып, концертке деген бір сөз тілеклер жақсын етеді, айтып берсеңіз. Бұл концертке келің деп мұрат етіп отыр. Бүгін концертіміз жақсы өтсін, әумет тілеймін. Қатынасушылардың бәріне не қылдаймыз? Жақсы өтсін. Рахмет шөкілместірге батқан инсанларға, Пазылға, Әділге, әммесіне. Болады апа, рахмет апаламыз. Әлбетте бұл жерде көптеген аналарымыздың, апаларымыздың кеуілік кәпетлері жоғары позитив настроение екен. Концертімізді құда қаласа санаулы минутлардан бастаймыз. Баршаңызге кеуілік кәпет деп қаламыз. Көзі әзір тарихынан тайланған бүгін мінекей кеуілігіндегі құзықтар арқылы байрам концерт бағдарламамызды басылайын деп тұрмыз. Мінекей ең талантлы жігіт қыздарымыз қатынасып жатырды. Әммеге бүгін Ильхам Йош тілеймен ағызды ағылай болып осы концертті ауызбіршілікпен бір жақсы өткеруге әрекет еткеніміз. Халықтың құлағының құрышы қандай қалып, енді қашан болады екен осы концерт дегендей дәрежеде атқарып шығуға әммеге шын көңілден тілек білдіремін. Бүгін әмме шадлы барлық жер көзал, жерге түскен ялы болды жұлдызлар, бұл күнге жеткен жетпеген де бар, сахнамызда кеуілдегі қосқылар. Сазы сәубетлерге құлағыңды сал, әр бір дем ғанимет ләззет алып қал, бүгін еш қанбаған мейірімің қанар, сахнамызда кеуілдегі қосқылар. Ассаламу алейкум, қияшлы өлкеміздің әр тарапынан келген әзіз мималар, қадырдан достар. Ассаламу алейкум, гозал пайтақтымыз тұрғылары, азиз қосық шайдалары. Қарақалпақстан Республикасы көз әзіздер тарапынан таярланған кеуілдегі қосқылар, сазы сәубет бағдарламамызға қош келіпсіздер. Халық даналығында саз бенен сәубетті ялған демеңлер, адам ата бұният болғанда бардыр деген гап бар. Бұлай деуімізге себеп, әрбір инсан қандай жағдайда болмасын, әттегі имканияты шекленген болса да, көркем өнерге, музыкаға, қосыққа деген ықыласы шекленбейді екен. Әлбетте, міне бүгін осындай талантты жәмиет азасының концерт бағдарламасына ұшырасып тұрғанымыздан қуаныштымыз. Assalamu alaikum.
çığlık zaman Çölye çizim kurtaracağım Kalbim yol değil yanacağım Yok diram çok zaman Vesile sen kalmasan Yok diram çok zaman Vesile sen kalmasan Canım, canım,